Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Сонымен қазақ автоэлектрик, есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Достар, сізге пайдасы тиіп қалады. Қарап өтейік. Бұл генератор көліктің. Біреулер айтады, электрика апарамыз, генератор жақсы жасап тұр дейді, бірақ аккумуляторым көлігімді от алдыра алмайды дейді. Я достар, ондай көп болады. Сондықтан біз достар, мынаны көлік деп алайық. Менде енді көлік болып тұрған жоқ бұл арада. Сондықтан бұл көлік деп айтайық. Көлікті от алдырып қоямыз. Тестермен от алып тұрған күйде генератордың өзін былай тексеріп аламыз. Қанша зарядка беріп тұр? 14 мың, мысал үшін. Осылай тексеріп қараймыз. Одан кейін аккумулятордан тексереміз. Аккумуляторды аз көрсетіп тұруы мүмкін. Ол неден дейміз ғой? Бұларда плюсовой провод бар. Аккумулятордың плюсы генератордың плюсіне келіп тұрады через предохранитель. Сол жанып кетуі мүмкін. Окислять етіп, болттардың түбі тимеуі мүмкін. Оны қалай тексереміз, достар? Мұқият қарап алыңыздар. Тестердің менюсін алып, аккумулятордың менюсіне қоямыз. Тестердің плюсін алып, генератордың түбінен тексереміз былай. От алып тұрған күйде. Осылай вольт жақсы көрсетіп тұрса егер, сізде мына плюстің ортасында проводта обрыв болады. Тазалау керек деген сияқты. Ал олай көрсетпей, нашар көрсетіп тұрса, онда битеміз. Екінші вариантты қараймыз. Аккумулятордың плюсіне тестердің плюсін қойып, сырттан қараймыз. Осындай кезде жақсы көрсетіп кетсе, сізде аккумулятордың менюсінен генератордың менюсінің бір жерін де тазалау керек, или үзілген болуы мүмкін. Аккумулятордан көзіпке барып массасы барады, көзіптен моторға массасы барады, солардың біреуі үзік болуы мүмкін. Достар, қараймыз. Соны тексеру керек болады. Сізге пайдасы тиіп қалар деген үмітпен түсірдім, қабыл алыңыздар. Көліктеріңіз әрдайым далада қалдырмасын. Аман жүріңіздер.